Информатика пәнінен оқытады. Информатика ақпаратты сақтау және өңдеу әдісін зерттейтін техникалық ғылым. Информатика ғылым ретінде ақпараттық процестерді мақсат қоя отырып, зерттеу нәтижесінде қалыптасты. Информатика ЭЕМ көмегімен автоматты түрде ақпаратты өңдеу қызметі. Бұл термин Францияға есептегіш техникалар кеңінен пайдаланыла бастағанда 20 ғасырдың 60 жылдарының ортасында келді. Информатика термині француздың информатик сөзінен шыққан және информация және автоматика деген екі сөзден құралған. Ол кезде ағылшын тілді елдерде есептеу техникасын пайдалануға негізделген ақпаратты жаңарту туралы ғылымын белгілеу үшін компьютер сайенс, информатика термині қолданысқа енген еді. Ғылым ретінде информатиканың міндеттері мыналарды құрайды. Біріншіден, ақпараттың жалпы қасиеттері мен құрылымын зерттеу. Ақпаратты пайдалану және беру. Қорландыру, құру әдістері мен заңдарын зерттеу. Екіншіден, есептеу техникасының аппараттық және бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін жүйелеу. Информатиканың тәжірибелік қолданылуына арналған мынадай негізгі бағыттарды атап өтуге болады. Есептеу жүйелерінің архитектурасы. Есептеу жүйелерінің интерфейсі. Программалау. Мәліметтерді түрлендіру. Ақпаратты қорғау. Автоматтандыру. Стандарттау. Мәліметтер, дата. Бұл математикадағы нүкте сияқты алғашқы түсінік. Сонымен, мәліметтер мағыналық жүктемесі жоқ, қандайда бір мәлімет болып табылады. Мысал келтірейік. 812, 930, 9AA. Бұл сандардың жиынтығы адамға ешқандай мағына бермеуі мүмкін. Бірақ бұл сандарды оқимыз және осы сандар арасында 812, 930, 9 және AA әріптер бар болғанын түсінеміз. Компьютерлер адамдар қолданатын сандар мен әріптерді түсінбейді. Компьютерлердің біздің сандарды және әріптерді түсіну үшін компьютер түсінетін 0 және 1 сандарынан тұратын әліппе ойлап табылды. Мысалы, 0000 бұл 0 санын білдіреді. 0001 1 санын, ал 0110 0001 А әрбін білдіреді. Бұл әліппенің аты екілік код деп аталады. Жоғарыдағы екілік кодта жазылған 0 және 1 сандарынан тұратын жинақ компьютерге түсінікті Нұрсұлтан сөзін білдіреді.